Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, құрамы қолжетімді, ешқандай миксерді қажет етпейтін дәмді кекстарды бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп кетіңіздер және де видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Дәл осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, еш уақытта өкінбейтін боласыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, оның үстінен қантымызды саламыз. Одан кейін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Егер де сізде венчик жоқ болса, вилканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Жұмыртқамыз бен қантымыз толық араласып болғаннан кейін үстінен сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды құйғаннан кейін тағы да араластырып аламыз. Қажетті құрамның барлығын грамдарымен описанияға толық жазып кетемін. Сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Енді ұнымыздың үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды салып, електің көмегімен өткізіп, тағы да толығымен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай қою теста шығу керек. Енді шыққан қою тестамызды кекстің формасына құйып шығамыз. Мен кекстің формасына 1,5 ас қасықтай құйып шықтым. Сіздер жартылай құйып шықсаңыздар сол жеткілікті. Міне мен барлық кекстарымның формасына құйып шықтым. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне менің кекстарым пісіп шықты. Піскендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Баршаңызға ас болсын.